намазының бүгінгі 29 күнгі сәуірдің кешкі ақшам намазынан келген хабар жерлейміз. Қадір түнімен байланысты қаралықтар бір-біріне маталып, моржаның ішіндегі күл сияқты, ана жіптері сондай күлдері қонып тұрған сияқты сондай болып маталып бір орында тұрғанын көрсетті. Ар жағында ай көрінді. Содан бір үңгірден өту кезеңі болды. Сонда ішіне бүйтіп қараңғыдан өтіп жатқан адамның дауысы, айғайлаған дауысы зікірмен бірге қосылып естіліп тұрды құлағыма. Содан кейін әзіргі қоғамдағы ерлі зайыпты адамды ажуа ретінде көрсетті ма, мағындай әйел үлкен сеп-семіз қылып көрсетті, үлкен денелі қылып күйеуін кішкентай бала сияқты қасында бір-бірінің қолын ұстап жүріп кетіп жатқан көрініс болды. Иә, дұрыс, осындай күнделер бар ғой, жаңа осындай ажуа суреттер бар ғой. Бала, еркек бала сияқты қасында. Ол былай түрін емес, ол жалпы тұрған көрсеткен, оның мінезді көрсетіп бар. Әйел адамның өзі міндетті қай уақытта болса, өзі бала тәрбиелеуге үйренген ғой. Бірақ енді еркекпен арада бұл басқа жағдай бол, енді сол өзінің күйеуін бала сияқты сондай көреді да сөйтіп. Сосын бала сияқты сөзін айтқан жақсы, осыған кетті қоғам. Себебі еркектердің өзі етек басы болып кетті. Сосын жатырға нұр құйылды. Сосын ана масқапшылардың ішінде жасырын осы ата жолдықтармен бірге бүгін қадір түнін күзететіндер бар екен. Бірақ та ешкімге айтпай сөйтіп өздері жасырын солай болып жатыр екен. Дұрыс, енді мұнда тағы да айтып кетемін, қадір түнін күзету деген ол мына жалпы белгі алынмайтын, жалпы мынау көп қой енді, бірақ намаз оқиды, белгі алынмайды, Раббының белгісін алынмайды. Сондайларға ол дұрыс таң атқанша ол күзету керек. Ал біздің өзіміздің ол ерекше. Біз міндетті түрде белгіменен батасын алғаннан кейін әркім өзі біледі да қалай. Мен мысалы Құран оқып, шамалы арасына мызғып аламын, аян күтемін сол сияқты. Өзім аян күтемін сол күнін. Сосын онсында мен түнде 2 нәпіл намазым бар. Түн қысқа. Енді нәпіл намазды ұйықтамай отырып оқуға болмайды. Bir көзді іліндіріп алып, дәрет алып, қайттан дәрет алып, өз қағидасы сондай. Нәпіл деген. Ал болмаса мына құттанды оқып бірден, одан кейін нәпілді оқып жата салуға болады. Ол болмайды. Міндетті түрде көзді іліндіріп алу керек. Сосын бар, жарты сағат болса, сосын тұрып, қайттан дәрет алып нәпіл оқып. Нәпіл деген солай болу керек. Ал біздер кейбіреулер айтты, ой, енді бәрі уақытын үнемдейміз дейді да, бәрін ішіне қосады. Болмайды. Сондықтан қадір күнде мен үшін ол сол қалыпты күнделікті құлшылығымызды сақтайтын күн. Ал қайырлы күн. Ордаға Сүйінбай ата, Саурық батыр, Айша анамыз келді, қолдау салды. Мынау арпалысып алысқан дейді, ақ пен қара таласып тұрған заманда қара күшке жем болған қаншама жастарың көгендеген қозыдай өзінің басында ойлам жоқ адамдарға еріп кете береді дейді. Абылай хан атамыз ақ батамен аластап өтті дейді. Еңсеңді түсірмей еліне еңбек ет дейді. Таудың шыңдарын көрдім де нұр шашылып тұрды, сосын ортасынан тағы да нұр шықты. Былай түсті, Алланың үкімі түсті деді. Ибраим пайғамбардың белгісін алдым. Сосын ерсілі қарсы жүрген бейнені көрдім де үкім шешу түсіруде деп түсті. Бисмиллахиррахманиррахим. Түктібай ата келіп қобызымен ордан аластап кетті. Сосын былай бүгінгі қадір түні деді, Алладан тілеген тілектер бәрі қабыл болады деп солай келді. Сосын бойға ем түсті, күш қуат түсті, ем жүрді. Сосын не көрініс болды, ой өрнек киген тақуалы адамдарды көрдім, көп екен деймін, солардан нұр шашылып тұрды. Сосын осы ордаға да нұр шашылды бүгін. Сосын ата жолдықтар деді, ата жолы халқы жеңіске, ата жолы жеңіске келеді деді. Сосын Айша бияның туы биіктен көтеріледі деп келді, ата жолы арқылы көтеріледі Айша бияның туы деп солай түсті. Бисмиллахиррахманиррахим. Мамырдың 1-і таңғы зікірдегі ақпараттар. Бір үлкен қоңыр аю көрінді. Қолында бір бөшке бал болды.
домбыраның күйімен, зікірдің үнімен көп жерлер тазаланып тұрды. Ашылып тұрған кітап бетіне ұқсас қабырғалар болды. Әрбір қабырғада арабша жазулар болды. Ең бірінші басында Шолпан апай тұрды, ортасында Сәуле апай көрінді, одан ең ақырғы шетінде Нұргүл көрінді. Одан кейінгі көріністе су ішуге келген көп қойлар көрінді. Жанында таяғы бар ер адам болды. Бет әлпеті көрінбеді. Бақташы малдарын суғаруға әкелді деген көкейге үн келді. Мұқаба беттері ашылмаған қанша кітап бар деген көкейге үн келді. Бүгін сәуірдің 30-ы таңғы зікір. Ордаға Қорасан баба келді, сәлдесімен ордан аластады, қаралық сылық түсірді. Көптен күткен қадір кешінде шама шарқынша қарсы алдыңдар. Шат-шадман болып, шаршап шалдығып жүрсеңдер де, зор үмітпен қарсы алдыңдар. Қадір кешін құрметтеп, құрбан шалғандардың екі дүниеде маңдай жарқырап тұр. Ата жолдықтардың барын тасымен ұстаған оразалары қабыл болды. Қабылдықтың белгісі қадір кешінде қазақ елінің төрт бұрышынан алтын қазық қағылды. Ол алтын қазықтың нұры тікелей шықты да бүкіл әлемге тарады. Сондай жарқыраған 7 жұлдыз қағбаның көлеңкесі екінші қағбаға барып кірді. Көпшілігің ол қағбаны көрдіңдер, ғибадатын жасадыңдар. Ақжолтай зікір оққанда қадір кешінде қағба көлеңкесі түгелдей алтын күміске малынып, құбылып тұрды. Бұған сенбейтіндер кәпір болады. Меккедегі қағбада басында дәл осылай болған. Әркім өз жүрегінің лүпілін тыңдасын. Қағбаның кілті қазақтың астанасына келді. Бұл Алланың барлық ұлттан, барлық халықтан таңдап, қазақ деген халыққа берген сыйы. Сенбегендер ойнай тұрсын. Көп ұзамай ойын осылады. Кім қабылдайды, ол екі дүнияда бақытты, деп кетті Қорасан баба. Қайырлы кеш, мамырдың 1-і жексенбі кешкі ақшамнан ақпараттаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қожа Ахмет Яссауи ата келді Жамбыл атамен. Орданы қаралықтан тазартып кетті, нұр шашып кетті. Ем-шипа түсті, тазартты. Домбырамен Жамбыл ата аластады. Ем жүрді кәдімгі. Көрініс көрдім. Қытайдың жігіті келіп ата жолдан бата сұрап тұрды. Қара күшті қара күш келбеді, соны ақ нұр жауып кетті. Шалынып жатқан құрбандықтар, оқылып жатқан зікір, тарауық, нәпіл, мәулет намаздары елімізге жақсылық тілеп, тыныштық қазақ еліне келеді деп келді. Су апаттарынан қорғады деп, жаманды кеттіріп келді. Сосын ауылдарда құрбандықтар қазірде көп шалыну керек. Жазда елімізге шөп малға жайлы ауа райы болу үшін тілеп зікірді тарату керек деп келді. Ауылда келе жатқан әйел куфайкада киген екен. Сол бір 56 жылғы ма кезең екен дейм. Қолында жетектеген баласы бар екен. Сосын үйді көрсетті. Үйде терезеден қарап тұрған әйелді көрдім, бірақ та терезеде тор көзі бар екен. Сосын кейін ауылда атқа мінген, ауылдың шаруашылығымен айналысқан кезең екен. Сол 56-57 жылдан бері қарай сол ауыл шаруашылық атқарылып, ел көтерілген. Енді осы жаңағыда 56 жылғының бір жақсылықтары ма келеді осы елімізге. Адамдар деген, жерге деген көзқарастары, еңбекке деген сүйіспеншіліктері арттырады деп түсті. Жалпы мынау ата жолының қазіргі мынау үлгісі халыққа ертең бір өнеге болады деп түсті. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 1 мамыр таңғы зікірден ақпарат. Тастан жасалған қора көрінді. Оның алдыңғы жағы шарбақтан өріліп, балшықпен сыланған екен. Қораның есігі жартылай ашық тұрды. Бір ер адам арлы бері бір кіріп бір шығып жүрді. Есіктің жабдығынан ішінде байланып тұрған жіп көрінді. Келесі, пенделерде көкірек көзі ашылып, пердесі түріліп, имандылыққа бет бұратын күндері болады. О күні барлығы сәтімен болады. Яғни
айы оңынан туатын күн болады. Бұл күнін Алланың пендесі үшін берген мүмкіншілігі, күнәсін кешіруге, өзін ақтауға берген мүмкіншілік күні екен. Яғни айы оңынан туған күн. Немесе керісінше бір сәтте барлығы кері кетіп болатын күндер де болады. Бұл күнді сол аяқтан тұрды деп жатады. Шәкәрім ата өзінің белгісін беріп, мынадай өлең жолдарын салды. Алланың күні болар толған айы, пендесі жалғануға қамданады. Назына қалмаса деп аруағының қан көңіл соны ойлап толғанады. Болмайды бәрі жақсы өміріңде, қалады сызат болып көңіліңде. Түсіп кетпей қызықтың базарына, жүрсең екен Алланың назарында. Бисмиллахиррахманиррахим. Мамырдың 2-сі ақшам зікірдегі ақпараттар мен көріністер. Әлмерек атаның суға түсетін жері көрінді. Және Қазғұрт тауы көрінді. Зәбид апай болды, жанында 3 кітті қонжықтың баласы болды. Әл-Фараби ата жер кеңістіктен өту керек деген көкейге үн салды. Үлкен тырна көрінді. Бос кеңістікте үлкен құстың ұясы тұрды. Одан кейінгі көріністе терең құз құдық көрінді. Ол құдықтың қабырғалары жыланға толып тұрды. Ассаламағалейкум, әлеуметтік қауым. Бүгін мамырдың 2 жұлдызы ақшамның ауылынан зікірдің ақпарат. Қазір енді Баян апаны осайды. Бисмиллахиррахманиррахим. Қожа Ахмет Есеу ата келіп ордан аластады. Сосын былай көрініс көрдім. Бір әлемге ұшырып апарды. Сосын табиғат. Сол жерде аңдар жүрді. Аю, дала ешкілері. Тағы көп аңдар кездесіп сол жерде. Солай көрінді. Сосын бір не жауды кәдімгі бұлт, аппақ бұлт. Сосын періштелер түскен сияқты көрінді. Періштелер жерге. Сосын жауынға айналды аяғы. Сосын бұлай Түктібай ата ем салды. Өңештен тазартты кәдімгі ақпарат нықталсын деп, сол батасын берді. Қайырлы кеш, бүгінгі кешкі ақпарат. Қазақстанда бір үлкен сауда орталығында бір сынақ болады. Ұшақ басшылардың былықтары шығады. КНБ-нің сынақтары күшейеді. Алматыдағы ішкі министрдің сынағы болады. 70 күнде көптеген жерлерге үкім түседі. Жезтырнақта жүрген ашық шашықтардың сынақтары басталады. Кей жерлерде көл сулар тартылады. 7, 9, 13 сан деп түсті. Жасөспірім түрмесінің сынақтары тұр. Атеистердің Құдайдың хикметін көреді, көздері ашылады. Бүгін кешкі ақшам зікірінде Қайназар атаның белгісі мен Нәжмеддин атаның қолдауымен арал тұзының құнарлығы арта түседі. Сұлтанбей Барсата басына шақырып жатыр. Жермен қауышатын уақыт келді деді. Мысқылдап араға сайтан келер. Өлілердің азабы жеңілдетілді, әркімге төреші өз әруағы. Тау халқының сынағы түсір. Қарға бап пен Лашан баба зікірге қос баба зікірге келді, қолдауын салды. 21 ата қолдауы болды, кеңесші аруақтар сайланып жатыр. Таң зікірі. Жамбыл атаның қолдауымен зікір ақпараты. 5 елде суға зарғағар, Алла қаласа мүміндерге жеңіске жетер. Әл-Фараби бабаға аян арқылы жалғанушылар қатары болар. Келімсектерін адамдар не айтып не жазғаннан алшақ. Жер түстен жасылданып, адамға бойына қуат еніп, жер анаға жалғанбақ. Ақшам зікірі. Мариям ана, Қарашана аналарының қолдауымен зікір ақпараты. Ел қамы басы ашықтардың қолында, бір перде уақилері жүрекке жетпейді. Дүние үстін қойылған мақсат жүзеге аспайды, кері әсерлері көп. Өзін тәуекел етіп Құдай жолына екі дүниеде де несібесіне жетпек. Мәуліттің 30-ы Рамазанның 27-ші жұлдызда кешкі ақшам зікірінен келген хабар. Бисмиллахиррахманиррахим. Аспан биігінде сия көк түсті. Үлкен құс ұшып бара жатты, қанаты көрінбейді екен, бірақ қанатының қаққаны аспанның біраз бөлігін қамтып тұр екен. Анықтап қарағанда бір емес 2 құс екен. Кеше аспан көгі аластанып,
көп ластықтардан тазарған деген ишара деп ұқтым. Сосын екінші көріністе 5 қабатты 9 қабатты кеңес үкіметі кезінде салынған үйлердің құбырын шіріп жатқан көрсетті. Сондай көрініс болды. Бірнеше 3-4 ескі қалаларда сондай жағдай орын алады екен. Ауыстырылмаған жөнделмеген бәрі қазір тек қалтаға тек кеткен заман ғой, бұрынғы кеңес үкіметінде қайта қадағалайтын еді. Европа халықтарының бірін жер бетінен жою туралы астыртын жоспар жүзеге асырылайын деп жатыр екен, геноцид. Нақты түсінбедім, бірақ Европа халықтарын бір деп түсіндім өзім. Бірақ ондай мынандай соғыс, сондай ашық бір шабуыл емес, басқаша бір әдіс екен құйтұрқы. Қолдан сол ауру таратады, қолдан осындай жайды. Мына Украинаның өзі сол Россияны жою үшін бағытталған. ақштың сол енді қазір айтып жатыр ғой, сол жерде қаншама бұрыннан көп қару-жарақтар қайдан келді? Сол шетелден кейін қару-жарақ сол Американың, Канаданың жаңағы әскери кеңесшілері, осылардың бәрі отырды, айтылып жатыр ғой, солардың бәрі сол кезде соғыстың кезінде деген жоқ қой. Олардың бәрі бұрыннан сол дайындалған. Бірақ енді Россия ерте бастап кетті, сосын кімге Россия кінәлі болды. Олар сол Днепрмен Луганскке шабуыл жасап Қырымды тартып аламыз деп соғыс ашқысы келді ғой. Сосын Россияны арандатамыз деп. Бәрі соғыс болатын еді ол. Ол Россия шабуыл жасаса да, жасамаса да бәрі соғыс болатын еді. Бұл жерде Американың ықпалы болып отыр.